Қайырлы күн, киносүйер қауым. Біз бүгін Қызым телесериалының 33-34 бөліміне келдік. Бүгін Жандан мен Öykü екеуі сөйлеседі. Осы Жандан осы Öyküні, яғни қарау үшін соның үйінде болады. Екеуі жақсы уақыт өткізеді. Жаңағы Öykü айтады өзінің шындығын, өзінің ауыратынын айтады, және анасының керек емес екенін, әкесінің қатты жақсы көретінін, және бұл нәрселердің барлығын әкеме айтпа дейді. Сол жерде Жандан тәтесі ғой, яғни сол айтады, жарайды, айтпаймын дейді. Ал Öykü болса, сен де маған шындығыңды айтшы, мен де ешкімге айтпаймын дейді. Сол кезде Öykü сен жігітіңді, кімге сен ғашықсың, кімді жақсы көресің дейді. Сол кезде Жандан беті қызарып кетеді. Сол кезде осы Öykü сезеді, яғни өзінің әкесін жақсы көретін. Одан кейін Öykü мен әкесі мен шешесі екеуі кездеседі, яғни Асу екеуі. Шешесі айтады, Асу ханым айтады, яғни Öyküнің мамасы, қызды маған бер, сен әке болып жарытпайсың дейді. Сол кезде жаңағы Демир Асуға айтады, сен осы Öyküні ақша үшін ғана оны өз атыңа жазбақшысың, сен оған ана болып жарытпайсың, үнемі ішіп, үнемі қаңғып жүресің, сен оған ана болып жарытпайсың, мен оны шынымен де жақсы көремін дейді. Бірақ әке жаңағы Асу сонда да айтқаннан қайтпайды, жынданып, мен өз атыма аударып аламын дейді. Яғни бұл бөлімде Асу кішкентай аяғы ауырлап, Демирден аяғы ауырлап қалады. Оны бірақ Демир білмейді. Бірақ Асу ол қызды Öyküні туып, оған қарамай өзінің туған тәтесіне беріп кетеді. Тәтесі енді осы жасқа дейін бағады, қағады, бірақ ол өзі ауру болғандықтан оған айтады, сен өзіңнің әкеңді тауып ал деп. Сонымен кейін әкесін тауып алады Öykü. Ал шешесі болса, оның шешесінің Асу, яғни Асудың әкесі осы көп ақша мен мұра қалдырып кеткен, яғни осы Öyküге. Егер де Öyküні өзінің атына алып алса, ол жаңа мұраны мен аламын деп ойлап, ол аяқ астынан қызы есіне түсіп, осы қызын іздеп келеді. Содан сотқа арыз беріп, мен қызымды өз қарамағыма аламын деп шағымданады. Сол кезде адвокат Onur мен Демир, Onur деген Демирдің жан досы, адвокатты екеуі күтіп тұрады. Демир айтады, анасы 8 жылдан кейін келді, бірден бермейтін шығар дейді. Сол кезде адвокат айтады, енді бірден бермеуі мүмкін, бірақ 2-3 сот болады. Бұл тарапта негізгі жалпы өмірде анасына беруі ықтималдылығы жоғары, өйткені ол анасы. Бірақ енді мен сендерге бірден бірінші отырыста береді деп айтпаймын, бірақ 2-3 сот болуы мүмкін дейді. Сол кезде Демир айтады, анасы ішеді, оған қарай алмайды. Оны қалай оған айтуымыз керек, қалай ол сотқа түсіндіруімізге болады дейді. Сол кезде адвокат айтады, сенде осы уақытқа дейін жұмысың да болған жоқ, үйің де болған жоқ, енді ғана жұмысың мен үйің тұрақты болып тұр, сондықтан сенде таза емессің, отырыста барлығы қаралуы мүмкін дейді. Одан кейін Жандан Öyküні қарап ұйықтатып жатады. Одан кейін ұйықтатып жатады, екеуі сөйлеседі. Öykü айтады, мен өскенде кітап жазамын дейді. Сонда Жандан, сен қандай кітап жазасың дейді. Сол кезде мен Демир патша туралы жазамын дейді. Ол Демир патша сонда жақсы деген сияқты әңгімелер айтады. Сол кезде Жандан көзінен жас шығып жылағысы келеді. Одан кейін Демирдің жұмысын көрсетеді. Демирдің жұмысында сылақ-сылап атады. Сол жерде бір дос десек те болады, жұмысындағы бір кісі, жас бала, телефонмен сөйлесіп атады. Телефонның ар жағындағы әйел баласының ауырып жатқанын және больницаға келуін, ақша керек екенін айтып жатады. Ал жаңағы бала айтады, мен кеше осы аптада қайта сұрап кеттім, ақша да сұрадым, мен ақшаны қайдан табамын дейді. Сол кезде Демир оны естіп тұрады, қолындағы өзі бастығынан сұрап қарызға алған ақшасын барлығын жаңағы балаға беріп, сенің жұмысыңның барлығын өзім жасаймын, сен бара бер, балаңа қара дейді. Одан кейін достары көп рахмет айтып кетіп қалады. Одан кейін Демир үйіне келеді, Жандан дереу алдынан атып шығады, адвокат не дейді деп одан барлығын сұрайды. Сол кезде жаңағы Демир айтады, білмеймін, 2-3 сот болуы мүмкін, Асу оны тастап кетті, оны шынымен де тастап кетті деп екеуі шамалы әңгіме айтады. Келесі күні сот болады. Сол жерде Демир мен жаңағы Onur екеуі сөйлесіп тұрады. Сөйлесіп тұрған кезде айтады, сен киіміңді дұрыста, жақсы әке екеніңді көрсет дейді. Ал осы Асу болса, ол алба-жұлба болып, шашы быт-шыт болып келетін шығар. Қазір сот оған қарап, кімді Öyküні бермейді деп ойлайды. Бірақ Асу шаштарын әдемі қылып жинап, әдемі қылып киініп, типа енді өте жақсы ана ретінде өзін көрсетіп, әдемі қылып киініп алған. Сонымен келеді, сот болады. Барлығын сол жерде Демир де түсіндіреді, Асу сол жерде Асу да түсіндіреді. Мен оны босандым, яғни мен осы 8 жасқа дейін оны көрген емеспін, оның да себеп салдары бар. Мен оны осы уақытқа дейін іздедім, таппадым, оны жоғалтып алдым дейді. Сол кезде ол Демир ашуланады, өтірік айтады деп. Сол жерде сот аяқталады. Соттың шешімі бойынша ол анасы ретінде Асуды суббота күні азанғы 9-дан келесі күні азанғы 9-ға дейін осы Öyküні бір күнді бірге өткізуге шешім қабылдайды. Сол жерде Демир айғайлап жынданаа бастайды.
сол мезетте Джемаль мен Жандан екеуі сөйлеседі. Джемаль осы Жанданға барлығын айтады. Яғни Демир оның осы Асул екеуі бірге болған кезде оның аяғы ауырлап қалғанын, оны әдейі тастап кеткенін, осы уақытқа дейін өтірік айтқанын, қылмыс жасап келгенін барлығын әдейі айтады. Сенімен де өтірік сөйлесіп жүр, Демирге сенбе деген сияқты қылып айтады. Ал Жанан болса оған шынымен де сенеді. Одан кейін Демирдің ашуланғанын көрсетеді. Асу келіп оған ашуланып тұрған Демирге одан сайын ашуландырады. Ертең мен Өйкіге айт, мен оны ертең алып кетемін дейді. Сол жерде Демир ашуланады. Мен Өйкіге уәде бергенмін, анаңмен бірге уақыт өткізбейсің, мен ешкімге бермеймін сені деп уәде беріп едім, енді не істеймін деп жындана бастайды. Одан кейін Қажапа, яғни ол Онурдың анасы, Қажапа Жананды жақсы көріп қалған, яғни оны келін етіп алмақшы екен. Сөйтіп ол Жананға звондап айтады: мен сен алдында үй іздеп жатыр едім ғой, мен саған үй тауып қойдым, ертең сен осы жерге кел, сол кезде маған хабарлас, мен саған үйді көрсетемін дейді. Сол жерде жаңағы Демирге Жанан барлығын айтады, яғни сен өтірік істегенін, осы жаңағы Джемаль барлығын түсіндіргенін айтып береді. Ал Демир болса ол одан сайын жынданып, кешке қарай осы Асудың үйіне барады. Асудың үйіне барса, Джемальдің үйіне барады. Джемальдің үйіне барса, үйінде Асу отыр. Бөлмеге кіріп қалса, үйінде арақ, шарап, екеуі бірге көңіл көтеріп ішіп отыр екен. Жағасынан ұстап Джемальға айғайлай бастайды: сен не үшін Жананға жоладың, сен неге өтірік айтасың? Жананға екеуіңе ақша үшін кіп-кішкентай баланың өмірін құртпақшысыңдар ма? Ақша үшін осы кіп-кішкентай қыздың өмірімен ойнап жатырсыңдар сендер. Құдайдан қорықпайсыңдар ма? Ұялмайсыңдар ма? Осы кішкентай қыздың өмірін ойламайсыңдар ма деп екеуіне айғайлай бастайды. Ол Джемальдің көксегені осы Демирдің оны ұрғаны, өйткені сотта көрсетеді дәлел ретінде. Мені ұрды, типа енді қызға қарай алмайды, қаншер бұзақы деген сияқты. Сөйтіп Өйкі келесі күн болады, бірақ ол Демир ұрмайды Джемальды. Келесі күн болады, одан кейін Демир осы кімге айтады, барлығын түсіндіріп Өйкіге, яғни сен анаңа ертең барасың, бір күнді осы анаңмен бірге өткізесің дейді. Сол кезде Өйкі бақырып жылайды: сен маған айтқан жоқсың ба, Асуға бермеймін деп айттың ғой, мені не үшін олай жасап жатырсың деп әкесіне жылап, сөйтіп еңіреп жылайды. Ал әкесі болса оны көндіріп барынша қамқоры болады. Сол жерде кешкі ас дайындап бірге уақыт өткізеді. Ұйықтарда әкесіне ертегі айтады жаңағы Өйкі. Асуға яғни былай айтады: мен бір патша болады, патшаның ханшайым қызы болады, екеуі бақытты өмір сүреді, олар бір-бірін қатты жақсы көреді деп ойдан ертегі құрастырады. Оны Демир барлығын іштей сезіп жылап отырады. Сол кезде жаңағы Өйкі де жылап, осымен бүгінгі бөлім аяқталады. Өте қызық болды. Егер де ұнаса лайк басып, комментарий жазып тіркеліп кетіңіздер.